Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздерге осындай үлпілдек қамырдан дәмді пирожки пісірудің рецептімен бөлісетін боламын. Каналымызға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар, алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Қажетті заттардың мөлшері описание бөліміне жазып кетемін. Ең алдымен біз ашытқымызды дайындап аламыз. Ол үшін жылы суымызға тұз, қант, ашытқымызды салып, және де ұнның біраз бөлігін, яғни 3-4 ас қасық салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Он минуттан кейін ашып көрсеңіздер, бізде осындай көтерілген сұйықтық дайын болады. Енді осының үстіне біраз ұнымызды сеуіп, біраз араластырып алғаннан кейін сұйық майды және жұмыртқаны қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз тегіс жақсы иленгеннен кейін осы ыдысымызға үстіне сұйық май жағып, бетін салфанмен жауып, жақсы жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілу керек. Нанымыз көтерілгенше салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін картошкамызды алып, кубиктап турап, табаға жарты сағаттай пісіріп алатын боламыз. Оның дәміне қарай тұз және де 1 кружка су құйдым. Өте көп судың қажеті жоқ. Осыған қосқанға 2 дана пиязды кубиктап ұсақтап турап алып, аз майға қуырып аламыз. Пиязымызды аздап сарғайғанша қуырып аламыз. Және де картошкамызды пюре қылып езіп, оның үстіне пияз және дәміне қарай тұз, бұрышты салып араластырамыз. Біздің салмамыз дайын болды. 1 сағаттай тұрған қамырымыз осындай үлкен әрі үлпілдек болып көтеріліп шықты. Енді пирожкимізді дайындауға кірісеміз. Әрбір бөлікті осылай домалатып дайындап аламыз. Енді ұн себе отырып, қолымыздың көмегімен осындай пирожкимізді жайып формасын келтіреміз. Сіздер оқтап пайдалансаңыздар да болады. Осының үстіне жаңағы дайын болған салмамызды 1 үлкен ас қасық немесе 1,5 ас қасық қылып салып, пирожкимізді түйіп дайындаймыз. Мінекей бізде осындай үлкен болып шықты. Осылай орамалдың үстіне пирожкилерімізді салып қоямыз. Бұл кезде табаға сұйық майымызды құйып, жоғары отта қыздырып аламыз. Осылай әрқайсысын сала отырып, қызған майымызда пирожкиді пісіріп аламыз.
Мінекей біздің үлпілдегі үлкен пирожкилеріміз дайын болды. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Осы қарапайым рецептпен өте дәмді пирожкилеріміз дайын болады. Сіздермен болған Альмира. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын. Қолдау білдіріп, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.